Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар және көрермендер. Кешегі өткен сабағымыз бүтін сандарды қосып азайтуға арнасақ, бүгін енді сол бүтін сандарды көбейту және бөлуге арнағым келіп отыр. Енді бүтін сандарды кеше айттық қой. Натурал сандар, 0 және теріс сандар қосылса, оларды біз бүтін сандар деп айтатын едік. Енді өзінің бір ережесі бар. Мысалға, минус сан мен минус санды көбейтетін болсақ, онда жауабы плюс сан шығады. Егер плюс сан мен плюс санды көбейтетін болсақ, онда да сол плюс шығады. Ал егер таңбалар әртүрлі болса, минус пен плюсті немесе керісінше плюс пен минусты көбейтетін болсақ, онда екеуі де бізде минус пен шығады жауаптары. Яғни, мысалға, минус 4 көбейту минус 3 дейтін болсақ, жауабы екеуі де минус сан болса, плюс 12 болып кетеді. 2 минус көбейтілсе, плюс сан шығып кетеді. Дәл осы ереже бөлуге де келеді да, міне. Көбейтудің орнына бөлу қойсаңыздар, дәл осындай. Минус пен минусты бөлсе, көбейту плюс пен плюсті бөлсе, минус пен плюсті, плюс пен минусты бөлсе, дәл осындай минус шығады, дәл осы ереже. Көбейту мен бөлу бірдей екеуі. Мысалға, минус 3 көбейту, мысалы 5 дейік. 5-тің таңбасы плюс, минус 3-тің таңбасы минус. Екеуінің таңбасы екі түрлі болса айттық қой, жаңа таңбалар әртүрлі болса, онда жауап міндетті түрде минус пен шығады. Минус 15 деп қоясыздар. Так, не тағы? Мысалы, 4 көбейту 5 көрдіңіздер ғой? Екеуі де плюс, мысалы, 4 те плюс, 5 те плюс. Жауабы плюс 20 шығады. Так, 5 көбейтілген минус 2 десек, міне, таңбалар екеуі екі түрлі. 5-тің таңбасы плюс, 2-тің таңбасы минус. Көбейткенде минус 10 шығады. Осындай бүтін сандарды көбейту, бөлу деді дәл осылай ғой. Мысалға, 20 бөлу минус 4 десек, 20-ның таңбасы плюс, 4-тің таңбасы минус ғой. Таңбалар екеуі екі түрлі. Яғни жауабы да минус 5 деп қоямыз. Бөлшектерде де солай болуы мүмкін, мысалға. Бөлшектің сызығы бөлуді білдіреді ғой. Мысалға, 30 минус 6 болуы мүмкін бөлу. Мысалы, 30-ды 6-ға бөлсек, минус бөлшек болмайды. Жай ғана минус 5 дейміз. Түсінікті ғой? Мысалға, минус 2, минус, мысалға, 8 деп тұрады. Екеуі де минус болып тұрғанда, алымда да бөлімде де минустар қысқарып кетті деп айтуға да болады. Немесе минусты минусқа бөлгенде, жаңа ереже бойынша плюс болады деп айтуға болады. Жауабы, мысалы, 4-тен 1 қысқартсақ. Ондай қиын емес. Екі таңба бірдей болса, көбейткенде бөлген кезде плюс шығады. Таңбалар әртүрлі болса, көбейткенде де бөлген кезде минус шығады міндетті түрде. Осы екі ережені білсек болды. Таңбалар бірдей болса плюс, таңбалар әртүрлі болса минус. Көбейткен кезде, бөлген кезде. Осы тақырыпқа байланысты осы видеоның астында есеп болады. Соны өздерің практика жүзінде шығарып көруіңізге болады. Осының жауабын калькулятормен тексерулеріңізге де болады. Назарларыңызға рахмет.